болған. Сол үшін аталарымыз, әжелеріміз 50 жылда бірге өмір сүретін, бір-бірінің қадірін біліп, ажыраспай. Ал қазір жастарымыздың ажырасуының да бірі осы ыстықтың жоғалтуы, екінші мәміленің жоғалтуы. Мәміле, айналайын жастар, енді үйленбедіңіздер ғой осы көпшілігіңіз. Бірақ айтатын мәселем, қыз бен жігіт жүріп жүргенде бір-біріңізді қандай ұмытпайсыз? Телефонда қайта-қайта халын жағдайын сұрап тұрасыз, қайта-қайта хат жазып тұрасыз, қайта-қайта араласып тұрасыз, көргіңіз келіп тұрады. Үйленгеннен кейін көп жастар оған бармайды. Үйіне келіншегін әкеп қояды, өз далаға шығып кетеді, болды. Омен бірге отырып сөйлесуі, бірге отырып шай ішуі, арнайы мен келіншегіме уақыт берейші, мынау сонымен отыратын уақытым деп белгілемейді көп адам. Көп ерлер өзінің әйеліне, өзінің баласына уақыт бермейді. Білесіз ба? Қазіргі психологтарымыз айтады. Мына заманның бұзылып баратқаны қайдан білесіз ба? Адамда мәміле кетіп баратыр дейді. Мынау сөйлеспейміз біз бір-бірімізбен. Көршімен сөйлеспейміз, досымызбен сөйлеспейміз, өзіңіздің күйеуіңізбен, немесе әйеліңізбен сөйлеспейсіз, балаңызбен сөйлеспейсіз. Кілең үйге келеді, ана сотка шұқиды, интернет шұқиды, телевизор көреді, сөйлесу жоқ, мәміле жоқ. Мәміле болмағасын, сөз болмағасын ара алшақтайды. Қазақ айтады, ай араласпасаң ағайын жат дейді. Ағайынның өзін айтып қойған, айдан аспа дейді. Араласып тұру керек, келіп тұру керек. Ал күніге көріп жүрген адамның бір-біріне қадірі кететіні содан. Бірге отырып сөйлеспейміз. Бірге отырып араласпаймыз. Бауырлар, бұл үлкен қауіп сіздің жанұяңызға туып келе жатқан. Балаларыңызбен, әке болсаңыз, балаңызбен отырып сөйлесуіңіз керек. Қызыңызбен сөйлесіңіз. Жай бір күнді, мейлі аптасына болмаса да айына бір күн жанұя күнін арнаңыз. Бала шағаңыз барлығын ертіп паркке отырыңыз. Бірге пицца жеңіз, мороженое жеңіз, ішіңіз. Араласу керек, қызық көріңіз бірге. Киноға барыңыз, одан шығып парк аралаңыз, бала шағаңызды ертіп алып. Бұл міндет ол. Үйтіп араласпасаң сіздің мәмілеңіз кетеді араңызда. Ал аралар ашықтаған сайын ұлыңыз, қызыңыз далаға қарап өседі, әйеліңіз, күйеуіңіз далаға қарап өседі. Мәміле кеткесін арадағы көп нәрсе бұзылады.